Торы төбел айғыр әңгіме. Ор қоян, ор қоянды атты бір қоян деп, шалкей жырау сөзіне арқау болған биылғы қоян жылы кәміл осы ор қоян жылы секілді. Себебі таулы жерге қар аз түссе, ойлы ойпаты далаға мол жауып, дүние аққа оранған. Амалының аптал азаматы Батырғалиға бұл келген қыстың сыңайы да, сылайы да әбден ұнаған. Бұйырса қаракерін ертеп, қалмақ қырына Таштахарға, Астраханға қарай кезекті жорығына тартпақ. Қансонарды аңшының делебесі қосса, Батырғалидай тақымы мықты ердің барымташылық қасиеті қозып, жанына маза бермейді. Содан келісті күні жаратулы атына мініп, ұры өз малын өзі ұрлайды деген, мен сол өз малыма кетіп барамын деп дегбірін алған жазғырушы ойға, яғни өз-өзіне күңкетті де, онсыз да бір орында тыпыршып тұра алмай оқырынып тұрған қаракеріне қыран құстай қонып, сауырына қамшы басты. Үйреніп алған қырқабақ жол жотамен жортып отырып, көңілі межелеген шақта қалмақтар қоныстаған елдің бір бүйірін басты. Бұғалық қылар қылдан ескен арқанын бір тексеріп алып, ұйықтаған қарға толып, ат жүргізбестей болған ойпаңды айналып, қабаққа шыққанда, аңғарда етекте бірнеше үйір қыл-құйрық алаңсыз тебіндеп жүр екен. Төңірегін байыппен қараған қарауылшы адамы бірде-бір жылқышының қарасы көзіне шалынбады. Құдайым-ау, ұрыға мал көп деген, әрі ұсталмаған ұры емес, сен салдың, мен көндім. Ал ендеше, қанды бастың бері тарт, әп деп әдетінше әруақтана күңк етіп қаракерін тебініп қалып, етектегі көп тұяққа тура тартты. Бәйтеректе бұрандап атқа қонып күн-түн жортқан Батырғалидың бұған дейінгі барымтасының барлығы да осы түз баласының қара қалмақтың малынан енші. Өз қандасынан мал ұрлап жаман атқа ілігіп көрмеген басы бұл жолы да жолым болады деген сеніммен бергіп, соған көңілі иланып, көлденеңнен кедергі тосыннан жау күтпеген қоғалы көл мен қом сулы өлкенің қаңтардағы аққар көк мұзды табанын кешіп, не бір семіз жылқының маңайлақмаққа ұмтыла түскені сол еді. Үйір ішінен жал құйрығы жайылған, төрт аяғын тең басқан есік пен төрдей тортөбелдің айғыр барымташының жолын кес-кестеп, ойнақши қозғалып, көлденеңнен шыға бергенін қарашы. Батырғалидың екі көзі алдындағы айғырда. Қайдан пайда бола кетті өзі? Қас тұлпар екен деп сілекейі шұбарып сүйсініп, оң қолының тақым басарында жатқан бұлғалыққа барып қалғанында байқамайды. Есіл-дерті тортөбелде, ал қолы қыл бұлғалықты шынтақпен айналдырып, ұрымтал тұста лақтыруға ыңғайланған. Өзі де бардан есімен бұралып, оқ жыландай оқталып, айғырдың жұп-жұмыр ұзын мойнын көздей берген. Құр бұғалық ұшты. Айыр тілді қара жыландай ауада шиыршық атқан бойы асау айғырдың мойнына дөп етіп кейле қалардай төніп барады. Дүрс жүрек соғып тұр, солқ. Өне бойдан қан тасып күре тамырлары білеуленіп кеткен. Алда болар қызықтың көкесін көруді, жер дүниеден қызғанған көзінің санасына майзадай қадалған. Келер сәтте бәрі бітті. Барымташының қара қошқыл өңіндегі кезекті жеңіс күлкісінің де табы жүгіргендей. Кенет келер сәтте айғыр басын бұғып қалды. Бұғалық былқ-сылқ етіп, әлгі Мұса пайғамбардың алдында бар күшімен арба алдауынан айырылған перғауынның 70 000 сиқыршысының ала жібіндей шатысып қарға тұншықты. Ей, мынау қайтеді? Деп жігіт бұғалығын жинай беріп, екінші қайтары лақтырды, болмады. Нағыздың өзі екен. Батырғалидың астындағы қаракелде белді, жүректі жануар болатын. Бірақ маңдалада, қалмақ қырында кездескен мына кежуіл тортөбел айғырдың тұрқы бөлек. Тегеуріні тым күшті, ал жүрісі қас батырдың жүргеніндей екен. Тістеп шайнап, теуіп, турап тастайтындай тарпаң басып,
алапат айбат шегеді. Тарста тұрс ұрған сом тұяғының тоң боп қатқан еділдің жері шатынап жарыла кетердей солқ-солқ етеді. Не керек? Бұларды жылқыларға маңайлатар емес. Әріде алаңсыз тебіндеп үйір маңдайға үйренген секілді болып жатқан ақтер мен көктер арпалысқа бей-жай қарайды. Тіпті мән белгілері жоқ. Бастарын жерден алмай, тұяқтарымен қатты қабатты түрткілеп тепкілеп қорек тапқандарына тәнті. Жоқ, бұлай болмайды. Сенің Ысық Батырғали екенің рас болса, онда сырты түк, іші боқ бір жаман жылқыны ала алмай тұрғаның барып тұрған ұят. Қой бірдеңе қыл, енді бұлай жарамайды деп өз-өзіне күңкілдеп жүрген жігіттің мысы құрымаса да істерге ілкімді амалы таусылды. Сәл қиғаш бұрылып, үйірге қарай аттаса болды. Оқырынып жеткен айғыр шашып, тұяғымен теппекке, тісімен қыршып, бір шөйтім етпекке ұмтылады. Қаракер мықтап қорқып қалған. Алға қамшыласаң да баспайды. Жүз қайтара сілтесең де бостан басын былғалыққа алдырмайтын. Құрулы қақпанға құрсағынан шалдырмайтын. Мұндай періні асау айғырды өмірінде бірінші рет көріп тұрған барымташы біраз уақытын жоғалтқанын ұқты. Енді кешіксе, қалмақ жылқышылары келіп, өзін ұстап алуы да ғажап емес. Сонда елге құр қол қайтады ма? Барымташы Батырғали қашан құр қол қайтып еді? Елдің де, ердің де есінде жоқ. Бұл жолда ойлағаны болады. Алдында тұрған адам емес, төрт аяқты мал емес пе? Малдан ақыл, малдан айла асыра алмау не деген сорақылық? Жоқ, бұлай болмайды. Тышқан құтырса мысық бар, адай құтырса ысық бар демеуші ме еді? Бұрынғы аруақта аталарымыз, сенің алдыңда тұрғаны бар болғаны жылқы малы, жын періме, ақыл айласын асқан адам емес. Қайдағы бір мал, ендерсе сенің салың суға кетпесін. Бұл не тұрыс? Деп өзін өзі қайраған Батырғали атын тебініп, қамшысымен сауырынан аямай тілгілеп, бұғалықты тортөбел айғырға және бір қайтара лақтырды. Осы жолы түседі. Осы жолы түспесе, онда мені қара басқаны. Қанды басың бері тарт, өй әкеңді, мынау қайтеді деп серек құлағын қыл бұлғауға сипатып қана өтіп, ақырай кісенеп, өзіне қарай атылған тортөбел айғырдан әбден көңілі қалардай қажу көрген барымташы, еріксіз кейін қашқан қаракерін боқтап, не қыларға білмей пұшайман күйге түсті. Мұны ешкім көрмесін. Айғыр емес, пәле ғой мынау өзі. Алдырмайды, шалдырмайды патшағар. Қарай көр өзінің мықтысын деп сөйлеп жүріп, ақтер көктер болған Батырғали енді не істесем екен деп тұрғанда, тортөбел айғыр танауын от құсқандай оқырынып жіберіп, ойқастай билеп барып, үйірді жарып өтіп, қайқиған күйі әлдеқайда шауып кете барды. Дел құлы кеттің бе? Кет, керек едің сол деп қойып, барымташы жылқыға жақындап барды да, көзіне түскен бірнешеуін бұғалықпен ұстап, тұтқырып байлап, бір шетке шығарып жинай берді. Бәсе, Батырғалидың бұлғауғы қашан мүлт кетіп еді? Бір тастағаннан небір асауды қылғындырып тамаққа басқаны тыпырлатпайтын ердің сойы емес пе еді? Өзіне өзі келіп, кім екені есіне түскенде қоқиланып, қомданып, олжасын алтаудан асырып 7-ші жылқыға бір сүліктей қараға қол салып жатқанда, тонадайдан айғырдың кісінегені оған қабат бірнеше қалмақтың қиқулап, дойыр сойылдарымен толғап, бермен қарай қаптап төніп келе жатқанын көрді. Сен айғырды қайда кетті десем, барып жылқышыны шақырып келген түрің бе бұл? Өй әкеңді деп әлгінде ғана бетімен, көз көңілмен көгендеп, одан өзі әбден қансорпақ қылып шаршатып, енді қожайындарына хабар салып, өзі бастап келе жатқан тортөбел айғырдың ызасы өтті. Ойлауға мұрша жоқ. Байтал түгіл бас қайғы. Жылқыны тастап, астындағы қаракерін шу жануар деп басты. Жайыққа қарай бұрып,
тебініп қалуы мұң екен. Онсыз да осы арадан қарамызды батырғанымыз жөн дегендей келген күйі келіспей Тортөбел айғырдан ыққаны үшін иесінен қамшы деген Қаракер көсіле шапты. Қуса құтқармаған, қашса ұстатпаған сенімді серігіне қиқулаған көп қалмақтың жете алмасын білді. Ақ қарды бұрқыратып жарып оқтай озған атын енді кім тоқтатады? Ешкім де. Олжадан қағылсақ та қолға түсіп қор болмаймыз деп атына жабысып, артына қарауға да пейілі болмаған барымташы қаптал тұсынан танаулатып кеп, пысқырып, алдын орай беріп, шабынып не тісімен не тұяғымен алмақ болған баяғы Тортөбелді көріп әбден састы. Ой пәлі, Делқұлы, сен қайдан шықтың тағы? Бүгін ажалым сенен болатын болды ғой, құрып кеткіл. Жынсың бе, персің бе? Жылғы болып кісінеп кісінің есін алған не пәлісің өзің? Қаракер шабысынан жаңылып, айғыр арбауға түсіп, алға аттап басар емес. Арттағы қуғыншылардың дауысы үдеп барады. Алда жалмада қалмақтың жылқышылары қуып жетсе, онда елге оралу болмас. Ата жауым деп кәлләмді қағып, сырыққа шаншып, денемді қарға құзғынға жем қылып, ит өліммен еншілер. Не болса да бір амалын таппасам болмайды деп, жаны қиналып кеткен Батырғалидың қолы тағы да тақымдағы қыл бұлғалықты іздеп кетті. Қаракердің мысын басып, тұяғымен жер тартпағанда қасат қарды бұрқыратып ашып, оқырынып олай-бұлай тербеле қозғалып, сендерді тырп еткізбеймін деген өзіне деген тастай сенім бәрін байқайсың. Барымташының ерні жыбырлап күбірлейді. Тәңірден қуат сұрағаны шығар. Ал оның қолының шынтағымен алақаны арасындағы бұлғалықты айналдырып жатқан сол қолымда тыным жоқ. Көзі айғырдың қимылында, сондай айқай қиқулап төнген көп қалмақ. Батырғали бәйтерек дей беріп, бұлғалық лақтырғандай қимыл жасады. Айғыр басын тұтқыра беріп, жалтара ойқастады. Осы қимылын екі-үш қайтара қайталап, Тортөбелді еріксіз шетке ығыстырудың сәті түсті. Батырға да жан керек деген. Қанша жүректі болса да, Тортөбел айғыр қыл бұғалық мойнына түсер деп шегіне айлалы барымташыға жол берді. Қалмақтың қарасы жақындай бергенде Қаракер де зулады дейсің. Тортөбел айғыр тағы да соңдарына түсіп жетіп қалғанымен бұл жолы Қаракер күш алды. Атқан оқтай зымырап қуғыншыға жеткізбей кетті. Қиқу саябырсығанда Батырғали да бойын тіктеп кейінге қарайлаған. Тортөбел айғыр тұяғымен жерді тесердей тарс еткізіп ұрып қалып, ақырай бір кісінеп жіберіп, шалт бұрылып алып, қалмақ жылқышыларға да қарамастан үйіріне қарай қайқайды. Екі ысықтың біреуін ұрлықтан көресің дегенді айтқан көненің қарттары. Барымташы Батырғали сонау 1951 жылғы қайыруда сол бір қоян жылғы оқиғадан соң Астрахан жағына қалмақ қырынан жылқы барымталауды сап тияды. Оған бұл кәсіпті тоқтатуға бірден бір себеп болған Тортөбел айғыр. Маған осы оқиғаны журналист бауырым Нұртас Сафулин айтып берген болатын. Ал оған сол Батырғали қарттың көзін көрген, әкесінен естіген болса, бұл күнде Нұртаспен көрші тұратын Қарауылтөбенің тумасы Ақжайық ауданы Тайпақ ауданынан әңгімелепті. Я, Нұртас бауырым айтқандай, барымташыға сүйген кәсібін қойғызып, тәубесіне түсірген Тортөбел айғырды әулие айғыр десе де болғандай екен. Тақымынан бұлғалық кетпеген, қанжығасы қаннан кетпеген барымташыны Тәңір текті жануармен тоқтатпаса, ол 80-нің сеңгіріне жетіп, құбылаға басын қоймас па еді, кім білген.